Егер ең танымал футболшылар мен олардың жаттықтырушылары бір үйде өмір сүрсе, ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса, және аяқтаушылар Реалға ауыса беруін тоқтатса қалай болады? Бұл чемпиондар шоуы. Адамдар маған назар жетіспейді дейді. Мен оларға жай ғана мынаған қараңдаршы деймін. Ереже деген оны бұзу үшін шығарылған дүние. Салақ жөнінде де солай. Мен мұнда достар табу үшін емес, мен мұнда тарихты жазу үшін жүрмін. Мен де мұнда достар табу үшін жүргем жоқ. Ал егер жаңа дос табыла қалса, жалпы қарсы емеспін. Өйткені Реалда өзімді жалғыз сезінемін. Алдымен себепті тілдік кедергіден іздегем. Бірақ қазір испанша білемін. Бірақ менімен әлі ешкім сөйлеспейді. Өмірімнің көп бөлігі Барсада өтуде. Бұл жай ғана футбол клубы емес. Бұны жанұя десем де болады. Командадан Андрес Иньеста кеткелі бері мен ментальды түрде команданың көшбасшысы атандым. Шылама. Ол Ла Лига матчын Америкада өткізем бе деп қорқады. Мендегі тапсырма команда мүшелерінің барлығы бақытты екендігіне сенімді болу. Бірақ Мессидің әлем чемпионатынан кейін ұнжырғасы түскендігін байқадым. Ол Аргентинамен бірге ешқашанда әлем чемпионатын жеңе алмайтындығын түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан Месси және бүкіл команданы құмыра жасау шеберханасына алып бару тамаша болады деген ой келді. Ол кубокты жеңе алмады ма? Онда оны өз қолымен жасай алады. Сүйікті Шакирам үшін латын граммофон жасап шықтым. Ол осындайдан коллекция жинайды. Оны қашан сыйламақсың? Қашан қайда екендігі маңызды емес. Ал сен не қылатсың, Малком? Мен Ракитичті жасап жатырмын. О, айнытпапсың. Ей, жігіттер, қараңдаршы, шіркіннің қандай бақытты екен. Лео, кубокты көтерші, өзіңді суретке түсірейін. Жоқ, Пике, бұл мен үшін емес, Криштиану үшін. Әрине, ол Аргентина жөнінде қынжылған жоқ. Оны мұң айтқан Роналдудың Ла Лигадан кетуі. Джокерсіз Бэтмен жоқ, Бекежансыз төлеген жоқ, Байзақова болмаса хайпта жоқ дегенің сықы емес пе? Олар бір-біріне мұқтаж. Мен Роналдуға сыйлығымды табыстауға дайынмын. Құрметті Криштиану, біз еңсермеген Эл Классико қалмадау, бірақ есімде сенің бейнең дәл бұлай қалыпты. Не зат мынау? Жоқ! Лионель! Есек екенсің. Менің жұмыртқамды еске. Ұнады ма достар? Видеоны аударып дыбыстағанмен Есбол Қарағұл. Келесі бөлім шықсын десеңдер, лайкты ұрып тастайық. Ұрып және ұрып тастайық та.